Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде тұрақты даму және табиғатты ұтымды пайдалану ғылыми орталығының филиалы ашылды. Атмосфераны зерттеумен шұғылданатын орталық Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанынан құрылған еді. Филиал Батыс Қазақстан университетінің жаңа жатақханасының 9-шы қабатынан ашылды. Филиалдың салтанатты түрде лентасы қиылған соң Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті метеорология және гидрология кафедрасының профессоры, география ғылымдарының докторы Виталий Сальников атқарылған жұмыстар жайында сөз қозғап, Батыс Қазақстан университеті ұжымына ғылыми кітаптар тарту етті. Жалпы филиалдың мақсаты атмосфералық үдерістерді бақылау, ауа райын және климаттық өзгерістері болжаудың әдіс-тәсілдерін әзірлеп, оны қолданысқа енгізу. Жалпы зертхана 1000 метрге дейінгі биіктікте атмосфераны қашықтан бақылауға арналған заманауи метеорологиялық температура профилимермен жабдықталған. Осы құрылғы арқылы алдағы уақытта зерттеу жұмыстары жүргізілетін болады. Бұл автоматтық түрде бәрін мониторинг жасап отырады. Біз мысалы Алматыда отырып оны көріп отырамыз. Ай сайын оны мониторинг түсіріп, және нәтижелі карталарға түсіреміз. Бұл жерде біз енді ластаушы элементтердің қалай таралатын, көздерін анықтай аламыз, өзімізді модельге салып, және олардың болашақта осы денсаулыққа қандай әсері тәуекел, яғни экологиялық тәуекелді есептеу жолдарында біз жасаймыз. Қазіргі уақытта бұл құрал Қазақстан Республикасының жоқ. Тек қана қазіргі уақытта енді Өтемісов атындағы университетте бұл құрал бар. Батыс Қазақстан облысына келген зерттеу тобының жұмысы университет қабырғасында жалғасты. Осы жерде бір топ ғылымдар Батыс Қазақстан өңірінің табиғи шаруашылық даму жайында баяндамалар оқыды. Республикалық конференция аясында облыстың жем-шөп ресурстары, жер асты суларының ластануы, су сапасы бойынша 2024 жылдың бірінші жарты жылдықтағы жұмыс нәтижелері айтылды. Десе де зерттеу тобының басты мақсаты су тасқынына қарсы жұмыстар, су тасқынын болдырмау және алдын алу шаралары болып табылады. Осы тұста су тасқынына ғылыми көзқарас керек екені сөзсіз. Жиынға қатысқан университет басшысы Нұрлан Серғалиев зерттеу тобына сәттілік тілеп, өңірде атқарылған жұмыстарға алғысын жеткізді. Я считаю, что неоценимый вклад ученых, вас и сегодняшнего совещания – это применение научных разработок. Если мы сейчас будем вместе обсуждать, смотреть, моделировать ситуации, те, которые могут произойти, для того, чтобы мы могли делать определенные прогнозы. Прогнозирование, моделирование ситуации может и будет эффективным только в том случае, когда все ученые объединятся разных специальностей, разных направлений. И в этом случае мы сможем уже предотвратить какие-то другие последствия, более тяжелые. Зерттеу тобының 5-ші жұмыс кеңесі сұрақ-жауап форматында жалғасты. Сөз алғандар облыстағы табиғи шаруашылық даму жайында ойларын ортаға тастады. Конференция естелік суреттермен тамамдалды.